кіріспе және қайталама өртке қарсы нұсқамаларды өткізудің мақсаты қызметкерді жергілікті еңбек жағдайларымен, ұйымдағы өртке қарсы режиммен және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі негізгі мәселелермен таныстыру, сондай-ақ қызметкердің ұзақ мерзімді тұрақты білімін қалыптастыру үшін ұйымда өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды қайталау және бекіту болып табылады. Кеңсе және қосалқы үй-жайларды ұстау тәртібі. Кеңсе және қосалқы үй-жайларды ұстау тәртібі. Өрт сөндіргіштерге, өрт крандарына және басқа да өрт қауіпсіздігі жүйелеріне қол жеткілікін шектеуге тыйым салынады. Өрттің қауіпті факторларының таралуына кедергі келтіретін жобалық құжаттамада көзделген есіктерді алып тастауға тыйым салынады. Эвакуациялық жолдармен шығуларды әртүрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, қалдықтармен, қоқыспен және басқа заттармен бітеп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық шығулардың есіктерін бұғаттауға тыйым салынады. Өздігінен жабылатын есіктерді ашық күйде бекітуге тыйым салынады. Эвакуациялық шығу есіктеріндегі бекіткіштерді бекітпеңіз. Олар ішінен кілтсіз еркін ашылуға мүмкіндік беруі керек. Электр жабдықтарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі. Төмендегілерге тыйым салынады. Көрінетін зақымдануы бар қуат сымдар мен розеткаларды пайдалануға. Электр шамдары мен шамдарды қағазбен, шүберекпен және басқа да жанғыш материалдармен жабуға, сондай-ақ шамның конструкциясында көзделген диффузорлары алынып тасталған шамдарды пайдалануға. Стандартты емес немесе үйде жасалған электр жылыту құрылғыларын қолдануға. Электр желісіне электр жылыту аспаптарын, сондай-ақ басқа да тұрмыстық электр аспаптарын, оның ішінде күту режиміндегі аспаптарды қараусыз қалдыруға. Дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес тәулік бойы жұмыс режимінде болуы мүмкін және немесе болуы тиіс электр аспаптарын қоспағанда. Желінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау мақсатында бір электр розеткасына жалпы қуаты 2 киловатт аспаптар мен жабдықтарды қосуға жол берілмейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды қарау және жабу тәртібі. Үй-жайдың өртке қарсы жай-күйіне жауапты тұлғалар немесе үй-жайдан соңғы кетіп бара жатқан адам жұмыс күні аяқталғаннан кейін үй-жайды өрт қауіпсіздігі талаптарына сай екенін қарауға міндетті. Жарықтандыруды өшіру, оргтехника мен электр құрылғыларын электр желісінен ажырату, терезелер мен терезе фрамугаларды жабу, есікті құлыптау, бөлменің терезе перделерін жабу, қыздыру құрылғыларынан жанғыш материалдарды алып тастау. Ішкі өртке қарсы су құбырын пайдалану үшін өрт сөндіру жеңін толығымен босатып, оқпанды өрт ошағына бағыттап, оны ашып, нықтап ұстау керек. Екінші адам өрт сөндіру кранын бірқалыпты тегіс ашуы керек. Электр қондырғыларын кернеумен сөндіру үшін ішкі өртке қарсы су құбырын пайдалануға тыйым салынады. Өртпен күресу үшін қажетті құралдарды тиімді пайдалану үшін өрт сөндіру құралдарын, өрт сөндіргіштерді пайдалану ережелерін ғана емес, сонымен қатар белгілі бір құрылғыға арналған нұсқаулықты алдын ала зерделеу қажет. Бұл өрт сөндіргіштің түріне байланысты сәл өзгеше болуы мүмкін. Отпен күресу үшін құралды пайдаланудың негізгі ережелері мынадай. Өрт сөндіргішпен өрт ошағына жақындау түтін мен оттың әсеріне түсу ықтималдығы аз болатын жағынан қажет. Пломбаны алып тастаңыз және сақина тәрізді блокираторды алыңыз. Тұтқасынан ұстап рычагты басу арқылы механизмді іске қосыңыз. Сұйықтық немесе ұнтақ ағынын раструб немесе шланг арқылы жалын тілдерін емес, жанып тұрған затқа бағыттаңыз. Егер өрт жету қиын жерде таралса, онда ағын кедергіге тап болмайтындай етіп бағытталуы керек. Егер ошақ тым үлкен болса және бірнеше өрт сөндіргіштер болса, онда оларды кезекпен емес, бір уақытта пайдалану керек. Әрине, егер қажетті адамдар саны болса. Тұтану тоқтағанға дейін өртті сөндіру керек, әйтпесе от қайтадан жанып кетуі мүмкін. Өрт сөндіргішті қолданғаннан кейін оны қайта зарядтау, немесе жаңасына ауыстыру керек және оны қайтадан өз орнына өртке қарсы бұрышқа қою керек. Көмірқышқыл өрт сөндіргіштері жұмыс істеген кезде, оларды қорғалмаған қолмен ұстауға тыйым салынады. Өйткені көмірқышқыл газы шыққан кезде -80 градус Цельсий температурасында қар тәрізді масса пайда болады. Өрт туындаған жағдайда қызметкерлердің іс-қимыл тәртібі. Түтінді сезген, температураның көтерілуін, жану иісін, немесе өрттің басқа белгілерін бірінші болып анықтаған қызметкер өрт сөндіру қызметінің 101 телефоны немесе 112 бірыңғай шұғыл қызмет телефоны арқылы өрт күзетін шақыруды кейінге қалдырмау тиіс. Дүрбелеңсіз және дауысты көтермей ретімен хабарлау керек. Мекен-жайды, өрт шыққан жерді, адамдарға қауіп дәрежесін және басқа да қажетті ақпаратты, қоңырау шалынатын соңында фамилияңызды және телефон нөміріңізді атаңыз. Тыныштықты сақтай отырып, жеке заттарыңызды жинауға уақытты жаратпай, жұмыс орнын тоқтан ажыратып кетіңіз.
Өрт туралы қолмен хабарлағыштардың көмегімен немесе дауыспен қалған қызметкерлерді қауіп туралы хабардар етіңіз. Болған оқиға туралы жоғары тұрған басшыға хабарлаңыз, сондай-ақ күзет бекетіне хабарлаңыз. Басшыдан және дауыс зорайтқыш арқылы ескерту жүйесінен келген командаларды орындаңыз. Қатты түтінді бөлмеде және баспалдақ алаңдарында еңкейіп немесе жорғалап қозғалыңыз, дымқыл шүберек немесе орамал арқылы дем алыңыз. Лифттерді пайдалануға тыйым салынады. Үй-жайдан шыққан кезде өрт ошағына оттегінің кіруін болдырмау үшін терезелер мен есіктерді мықтап жабу қажет. Өртті өздігінен сөндіру тек өрт ошағы көрінген жағдайда ғана ақталады, және оған өрт сөндіру ағынының ұзындығына қауіпсіз жақындауға болады. Маңызды. Шұғыл қызметтердің үй-жайларға кіруін жеңілдету үшін есіктерді құлыптауға тыйым салынады. Серіктестіктің барлық қызметкерлерін өрт орнынан көшеге эвакуациялау эвакуация жолдарымен өрт сатылары бойынша жүргізіледі. Егер бір өрт баспалдағы қандай да бір себептермен қол жетімсіз болса, онда басқа өрт кездегі шығу жолдарын пайдалану керек. Есіңізде болсын. Сіздің қауіпсіздігіңіз сіздің қолыңызда.